Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай сиыр етінен жасалатын өте оңай, сочный, дәмді котлетаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ешқандай қиындықсыз, өте оңай. Ең алдымен керек ингредиенттерді осылай дайындап алдым. Тазартылған бір дана картопымды және пиязымды ұсақтап турап алдым. Барлығын ешқандай бөліп жармай, барлығын бірден блендерге орналастырып, үстіне құйып, бәрін бір араластырып жібердім. Осылайша керекті консистенция дайын болады. Көбіне котлета андай ыдырап кетпес үшін бізде фарш маңызды рөл атқарады. Менде бұл үй фаршы, яғни таза еттен, үйден өткізілген сиыр фаршы. Сәл ғана май болу керек. Егер де қатты майлы болса, ол кезде бір-біріне жабыспай пісу барысында ыдырап кетуі әбден мүмкін. Мінекей қоймалжың консистенциямыз дайын болды. Енді осыны таза табағымызға аударып алып, үстіне сиыр фаршын орналастырып, татымына қарай тұз, қызыл қара бұрышымызды салып, жақсылап қолдың көмегімен араластырып дайындап алатын боламыз. Достар, егер де менің сіздермен бөлісетін видеоларым ұнайтын болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Мінекей консистенциямыз дайын болғаннан кейін қуыру процесіне көшеміз. Табамызға майымызды құйып, қатты емес, жартылай отта майымыз қызғаннан кейін котлетамызға пішін беріп, бергі арғы жағын ұнға аунатып алып, қызып тұрған майға салатын боламыз. Достар, отты сәл бәсеңдетіп қойыңыздар, себебі қатты отта екі жағы қызарып піседі, ортасы пісіңкіремей қалуы мүмкін. Сол үшін асықпай баппен екі жағын қызартып қуырып алатын боламыз. Бұл котлеталардың бір жақсы жері таңғы аста бутерброд жасап жеуге де болады. Кешкі ас болса қасына гарнир қосып, мысалы күрішпен немесе макаронды суға пісіріп, түрлі гарнирлермен ұсына беруіңізге болады. Және де сәл суыңқырап қалса, микроволновкаға қайтып ысытсаңыз да ешқандай өзінің ылғалдылығын, дәмділігін жоғалтпайды. Сол үшін жасап көруге кеңес беремін. Осылайша асықпай барлық котлеталарымды қызартып, сондай аппетитный қылып қуырып алдым. Сіздер де жасап көріңіздер, ешқандай қиындығы жоқ. Үйдегі бар ингредиенттермен тек жаңағы ескертетін бір жайт фарштың қатты майлы болмауы. Егер фаршыңыз майлы болып кетсе, онда осылай бірікпей өз формасын дұрыс сақтай алмайды. Мінекей достар, барлығын қуырып дайындадым, өте дәмді болып шықты. Енді жеген де арманда, жемеген де арманда. Үйдегі балама дейін прям сүйсініп жеді.